жасап жүрген күнәмізді аздық етті, әрі қызықсыз еді. Сонан үш азғынға мынандай арам ой келді. Әрине, ол арам ойды мен бастадым. Жігіттер, мен бізге келетін жәлептерден шаршадым. Олар қызық емес, давайте көшеде әдемі қыз көрсек немесе группадағы әдемі қыз, сыпайы қыздарды алдап әкеліп, қалағанымызды жасайық деп ұсыныс айттым. Есірткіден мәңгүрттенген олар да келісе кетті. Ең алдымен группадағы сыпайы әдемі қыздарды жайлап сөзбен сындырып, кешке қымбат көлікпен қыдыртамын деп алдап пәтеріме әкеліп, үш азғын болып ол байғұс қыздың көз жасына қалдым. Бұл жағдай бір емес, бірнеше қыздың басында қайталанды. Жалынғаны қаншама шегіп алған біздерге олардың жалынып шыңғырып жылағаны түк әсер етпейтін. Кейбірі өздеріне қол салып өлді. Бірі көпірден секірді, бірі жатақханада асылып жан тапсырды. Естіген біздер, шамасы бұл қызға біз жақпай қалдық деп өзара мазақ едіп күлетін едік. Абыройынан айырылған намысшыл қанша қыздың обалы, бейкүнә сәбидің өлімі мойнымызға ауыр қасірет әкелетінін мен сорлы кеш түсіндім. 2 жылдан аса бұл ісіміз жалғасын тапты. Байғұс қыздар не шағымдана алмайды. Оларды әбден қорқытып тастағанбыз. Әрі намыстарына ойлаған болу керек. Әйтеуір көз жастары көл болып, ешқайсысы біздің ит тірлігімізге тосқауыл қоя алмады. Дегенмен бізді Алла тоқтатты деп айта алмаймын. Шегіп алған біздер түн батса жарғанат секілді көше кезіп кезекті құрбанымызды іздейміз. Сондай сәттің бірінде көлік апатына түсіп ауыр жарақат алып, қасымдағы бір азғын сол бойда кеуде тұсына темір кіріп тілсіз кетті. Мен біраз ай бойы комада жаттым. Бас бөлігімде ми орталығы қатты шайқалып зақым алдым. Артқы орында отырған тағы бір азғын дін аман, бірақ біздің жарақатымыз бен досының өлімін көзбен көрген ол есінен ауған екен. Көп ұзамай өзін жоғарғы этаждан тастап жіберіпті. Солай үш азғынның біреуі мен ғана тірімін. Я, тірі деген атым бар. Есімді жиып үйге келгеннің өзінде түнгі ұйқым дұрыс болмады. Көзімді жұмған сайын қыздардың жылаған бейнесі, неше түрлі суық қыздың қолдары денемді қарып өтетін. Бұл жағдайда комада жатқанына басталған еді. Түсім мен өңімді шатастырған мен әбден қиналдым. Қанша байлық, ақша болса да, тәнімді қанша қымбат дәрімен емдесе де, көзімді жұмсам, елес қыздар айналамда толып жүргендей жынды адамша айқайлап жылайтын халге жеттім. Өйткені тым қорқынышты сұлбалар, суық қолдар, тура қорқынышты кинодағыдай. Өмір алма-кезек деуші еді. Енді міне еркек басымен көзіме елестететін қыздардан қорқып, тиіспеңдерші, жалынамын, көзіме көрінбеңдер деп жалына, кейде жын ұрғандай айқайлап жылайтын халге жеттім. Кезінде ол бейкүнә қыздар шырылдап маған жалынған еді. Ал мен олардың жай ғана сұлбасынан қорқып жүрмін. Бастапқыда бұл қылығымды үйдегілер комада жатқаныммен, көп мөлшерде дәрі қабылданғаннан деп ойлап жүрді. Дәрігерлер солай ойлады. Өйткені басымнан соққы алдым. Десе де менің жағдайым тым бөлек. Олар көрмейтін елесті мен көретінмін. Ол елестердің біреуі сол өзім арын таптаған қыз. Қалғандардың түрі есімде жоқ. Көшеде кетіп бара жатқан жеріне ұрлап, бүктеп көлікке салып алатынбыз. Сосын ол байғұстың аузына арақ құйып, үнін өшіріп, қалағанымызды жасап, кез келген жерге тастап кете саламыз. Сондықтан олардың көбісінің түрі есімде жоқ. Менің ерсі қылығымды үйдегілер қабылдап, бөлмеден шығармай, күтіп дәрілерімді уақытылы беріп жүрді. Бірақ ешқандай да әсер етпеді. Әкем бар ақшасына Германиядағы ең мықты деген дәрігерден кеңес алып, дәрілердің рецебін сол жақтан алдырды. Қанша қыздардың қарғысы мен көз жасына қалған маған ол дәрілерден еш пайда болмады. Түн арпалысқан елестер, оларға жалынып көз жасыма тұншыға жылаймын. Бір уақытта шыдай алмай олармен арпалысып қабырғаларды ұрып айқайлаймын. Қасыма ешкім кірмейді, бәрі өздерін ойлап қорқады. Жындыханаға өткізуге ата-әжем қарсы, ал менің әрбір көзімді жұмып кішкене көзім ілінсе болды. Бірнеше елес қыздар жылаған ащы дауыстары құлағыма естіліп, бірі қылқындырып, бірі кеудемде ауыр салмақпен отырады. Өкпем қысылып, тыныс алуым қиындап, қатты қиналдым. Қанша уақыт екені белгісіз, біраз қиналған мен бұл азаптан құтылу үшін өзімнің киімдерімді өзімді асып өлтіремін деп ойладым. Үстіме киген ұзын жеңді киіммен мойныма орап тарта бастадым. Көзіме көрінетін елестерді тып-тыныш болып қалды. Өзімді солай күнде қинасам да қолымның күші жетер емес, бірақ солай жасасам елестерді көрмеймін. Бұл ісімді үйдегілер байқап, әжем бәрін қойып емші балгер жағалады. Ең білікті, мықты деген емші әрі көріпкел әйел. Бұл қарғыс пен көз жасын арқалаған екен. Дені сау болса да бұл бала біраз жандардың наласына қалған. Емі тек сол ренжіткен жандардың бейітіне Құран бағыштап, Алладан кешіру сұрасын, намаз оқысын, Алланың алдында бас исін.
сонда ғана бұл жағдайдан арылады деді. Бұл сөздерді естіп отырған мен солқылдап жылап жібердім. Ата-әжем жуындырып мешітке әкелді. Олар да осы кезге дейін намаз оқымаған жандар. Атам сол күні мен үшін намаз үйретіп, маған да үйретіп, Алланың жолындағы алғашқы қадамды бастадым. Өмірім бұрынғыдай емес, сәл жақсарғандай болды. Өзіме енді келіп, кезіндегі танитын группалас арым таптаған қыздардың мекен-жайын тауып кешірім сұрауға бардым. Өзіне қол жұмсағандардың бетіне барып жылап отырып кешірім сұрадым. Сонша қалай қатыгез болдым екен деген оймен өмір сүріп, қаншалықты күнәһар болғаныммен көз алдымда елестеткен сайын өзімді қоярға жер таппаймын. Атам екеуміз намазды толық үйреніп, әр жұмада мешіттен табылып жүрдік. Әр күнім мен түнім кезіндегі жылатқан қыздардан кешірім сұрау болды. Алланың құдіретіне шексіз ғой. Кешірім сұраған мен сияқты күнәһарды кешірді. Өмірге қайта келгендей болдым. Бұрынғы күнімді мүлдем еске алғым келмейді. Намаз оқыған күнім нағыз бақыт. Оқуымды әлдеқашан тастап кеттім. Ол жерге барғым келмейді. Өмірімде тек Алланың жолында арнағым келді. Бірақ барлық жағдайым бар кезде дін жолына түсіп медресе оқи бастадым. Аллаға шүкір, 30-ға келіп өз жартымды жолықтырған мен бақыттымын. Десе де қанша қыздың обалына қалып, оларға бақытсыз сыйлағаным кейде есіме түссе, жанымды қоярға жер таппаймын. Қазіргі таңда бірыңғай Құран кітап жаттап, жай намаз сататын кәсіпкермін. Кәсіп жасасам да намазымды қаза қылмаймын. Әжем марқұм болды. Әке-шешем бөлек тұрады. Атам менің қолымда. Әке-шешем менің дінге қатты берілгенімді қаламады. Сол үшін біраз ұрыс болып, мен атам екеуміз бөлек кеттік. Өз күнімді көруді үйрендім. Алған жарымның отбасы жағдайы тым қарапайым еді. Ол да анама жақпай ұрыс шығарып, сонымен әке-шешемнен жырақтадым. Бірақ мерекеде, басқа жиындарда әкем, шешем біз де бір-бірімізге барып тұрамыз. Міне менің өмірім. Атам мен әжем мені дін жолына әкелмегенде мен сол бойы есім ауып, өмірден өтер ме едім? Әлде есім білмейтін ешкімге керексіз мәңгүрт болар ма едім? Аллаға шансыз шүкіршілік етемін, өмірге қайта адам болып келгеніме деп сөзін аяқтады.